жыныма тиет. Не үшін мына бәлені киюім керек? Бұл маңызды рәсім болайын деп жатыр. Қарапайым киіммен бізді кіргізбейтін болады. Қарапайым дейді. Қап. Уфух. Анау жерің шығып кетіпті. Кім көреді оны? Көреді. Біле. Ендіше. Мінсіз болды. Ал, мен қалай көрінем? Қорқытқандай. Әзірше бізде 15 минут бар. Мен киінуге кеттім. Мен сияқты ыңғайсыз тыртиған киім ба? Иә. Көруге асықпын. Глэм, 20 минуттан асып кетті. Қайда жоқ болып кеттің? Көлігімізде қысылатын сияқтымыз. Не деген тыртиған киім таңдағансың сен, еркекше киінген келмей қалған ба, не? Байсал тоқтатуды ұмытпаңыз. Менің әйелім қатты тоқтағанды ұнатпайды. Виктория. Бұл менің әпкем Лидия. Оның келетінін мен саған айтқанмын. Лидия, бұл Виктория, менің әйелім. Біліп едім. Көлікке жүргізуші күтуде. Мен негізі артқа отырғанды жек көрем. Алдында отырсам болмай ма? Жоқ. Неге жоқ? Біздің алдымызда жүргізуші, әлде күзетшілер отырады. Оны санаса... Санағаныңды ұрайын. Санайтын заттарым көп. Мен 99% мұраны алудамын. Глэм, біз бірдеңе аламыз ба? Ойламаймын. Онда не үшін қорланатын жерге бара жатырмыз? Рәсімдік үшін. Отбасы мүшесі міндетті түрде рәсімге қатысуы керек. Отбасы мүше. Өсиет хат. Осы жылдың 30 қаңтарында берілсін. Толығымен оқимын. Мен Густав Швагенвагенс... Кешіріңіз. Жалғастырыңыз. Менің қаталды мақсаттарына жететін қызым Лидияға өзім келесіде қалған мұраларымнан берілсін. Әрі қарай. Полесио жалпы аумағы 32 гектар құрайтын. Шолт көшесіндегі 2 жеке жай, 4 Rolls-Royce, бүкіл 98 жылдардағы шығарылым, 2 Mercedes McLaren, сурет коллекциясы шамамен $2 миллион құрайтын, алтын әшекейлер $4 миллион құрайтын, онымен қатар менің фирмам бильярд шарларын жасайтын 89% жеңілдік қолданатын берілсін. Мәссаған. Әрі қарай менің жиеніме... Ал Кэролайн яхтасы қайда? Кешіріңіз, мұнда яхта туралы жазылмаған. Сендер албастылар, құжатты дұрыс толтыруды білмейсіңдер. Кэролайн яхтасы туралы бірден шешіндер. 3 күн берем. Жақсы, Лидия ханым, қайта тексереміз. Яхта дей ма? Титаникқа дейін ақшасы тасып барады. Әрі қарай менің жиеніме өзімнің алтын сағатымды тапсырамын. Бәрі мен ойлағандай болды. Еш тосынсыз. Себастьян. Не? Менің ұлым Себастьянға өзінен қалған 37-ші құрапты беремін. Бұл аштес. Яқтаның кілті бізге керек боп қалады. Егер яқтаның құжаттары болса, онда сотпен алам. Білесің. Сотпен жүзі қапсың. Қолыңызды қойып жіберіңіз. Ол бізді қайтадан апарып салмаған үшін қуанып тұрмын. Білесің бе? Анда бір қаншық өз мұрасында миллион алайын деп жүр. Ал ол болса, яқта қайда деп қояды. Боп тұрады. Глэм, қорапта не бар? Ашып көрмеп пең? Жоқ, қызық емес. Ал маған қызық. Әдеп дейтінде ашсай, көректі. Жақсы. Глэм, не бар? Не бар дейм? Глэм. Не бар дейм? Глэм. Глэм. Глэм.